Меня зовут Серик Мишелов, я живу в 7-м доме на 3-м этаже, 24-й квартире. В час ночи с 4 на 5 декабря я в своей квартире почувствовал запах дыма. Когда я выглянул в окно, я увидел, что из подъезда шел густой черный дым. И когда я вышел в коридор, весь подъезд был в дыму. Вообще ничего не было видно. Я ударился головой об стенку. Один из полицейских помог мне встать, и я спустился вниз на 3-й этаж. Поэтому, спасибо полицейскому, который меня поднял. Екі мың 24 жылдың 4-нен 5-не қараған түні түнгі сағат 02:50 шамасында Ақтау қаласы полиция басқармасы жедел басқару орталығынан Ақтау қаласы 11 шағын аудан 7-ші үйдің 5-ші қабатында өрт болып жатқандығы жөнінде хабарлама келіп түсті. Әріптесім екеуміз жедел қимылдап Ақтау қаласы 11 шағын аудан 7-ші үйдің 5-ші қабатына дереу көтеріліп, тұрғындарды құтқару жұмыстарын бастап кеттік. Түнгі мезгілде халық тәтті ұйқыда болғандықтан 5-ші қабат пен 9-ші қабат тұрғындарын эвакуациялау жұмыстары жүргізілді. Зардап шеккендер болған жоқ. Сол себепті Қазақстан Республикасының президентінен ерлік үшін төсбелгісіне ие болдық. Бұл біздің күнделікті жұмысымыз. Заң және тәртіп қағидаты бойынша жұмыс жасау, Маңғыстау облысының тұрғындары мен қонақтарының тыныштығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің басты мақсатымыз.